Қалай жол қалай болды Танкор бәрін аман. Жол дерзкий болып кеткен екен да. Күшті жасында. Ана ата басына дейін ашып келдік қолында барып. Осы мәдениет үйі болып барып бірге бардық. Жақсы, жол жақсы. Улап шулап өте бәлей жыл бұрынғыдан жақсымыз. Звуктарымыз нормально. Жаңа Қазақстан сезіледі андай қол жатқан. Жаңа Қазақстан болды иә. Біздің жақтан басталып жатқан сияқты сол жаңа Қазақстан. Бізден жоқ жатқан сияқты. Жаңа Қазақстан туралы айтып отырмыз. Жол Қай жерден туралы. басталып жатыр дейді. Ол айтқанда деймін, жолға қарап кетіріп жаңа Қазақстан сезіледі деймін. Жаңа Қазақстанға айтқан сияқты боламын. Анарбек нұқып қаттайды. Сол мен ғой. Интернетті жарды дейді ме? Интернет шулатты деген. Не? Бастаймыз ба? Әдеттегіше. Басталып кеткен екен ғой айтпақшы да подкастымыз. Қош келіпсіз. Әдеттегіше құрметті көрермендер, ассалаумағалейкум. Біздің кезекті құр подкастымыз. Үйіңізде не істеріңізді білмей ішіңіз пысып, біздің құр подкасты қарап, көңілдеріңізді көтерсеңіз болады. Біздің әдеттегіше қонағымыз. Кейбір әншілер бар ғой, әндері хитта өзі танымал емес. Сол сияқты бұл кісінің әңгімесі хитта өзі танымал емес. Анкор айтқанын білесің ба, Анкор айтып еді ғой деген әңгімелерді естіп жатсаңыздар, соның хозяйыны осы кісі. Анарбек Нұқып. Альпинист негізі мамандығыңыз да? Альпинист. Неге альпинист болмай қалдың, соны айтшы? Альпинист боламын деп армандадым ғой. Дайындалдым. Тренерім болды. Тренеріңіз болды ма? Дайын тұрмын уже, рас болам ғой. Мінейін деп ка. Арқам бәрі бар. Тау іздедік қой, тау таба алмадық. Тау болмады ма? Келмедің ба біздің ауылға? Асқар таудай әкелеріміз бар ғой. Соның мойнына бір рет шығарсақ. Қош келдіңіз. Рахмет, сау. Осы бағдарламаны ютубтан көрген боларсыз. Бағдарын түсіндіріп атпайық. Білетіндер біледі ғой. Біз позитив бағытын таңдадық. Халықтың көңіл күйін көтеру. Онсыз да проблемамен алысып жүрген халыққа анау-мынау деп саяси әңгіме айтып миларын шертпейік, көңілдерін көтерейік деген мақсатпен құрылған бағдарлама. Осы бағдарламаға кезекті қонағымыз болып, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Айтары бар деп сізді шақырып. Жалпы айтары бар. Осы Құрманғазы ауданына еңбек сіңірген, дұрыс па? Сіңірген деп айтқан жоқпын ғой. Еңбек сіңірген адамдар көп. Еңбек еткен осы. Солардың барлығын алға қарай шақырсақ па деп тұрмыз. Подкастымызды тоқтатып. Самый главный Құрманғазыдан шыққан адамдар. Ондай адамдар көп. Бұл енді не істеген деген сұрақ болуы мүмкін ғой. Еңбек сіңірген, қалай еңбек сіңірген деуі мүмкін ғой мені. Соны айтайын деп жатырмын ғой енді. Сондай сұрақ туындаса айтып кетейін. Кезінде бұл кісі Хиуаз халық театры. Киров халық театрының режиссері болған адам. Сонымен облыста уазы толған сіздер ғой, сіздер ғой. Атын шығарған адамдардың бірі. Аудан үшін, өзінің ауылы үшін еңбек еткен адам. Сондықтан осы жерде отыруға әбден лайықты деп есептеп, сізді шақырдық. Сен неге шақырып жатыр деп қоям. Ұмытып қалған шығарсың. Қазір бірақ физрук. Мұғалім физрук демей ақ қой. Самый главный ұрпақ тәрбиелеп жатсың ғой сен. Ұстазсың ғой, ұстаз. Ұшан теңіз. Тіпті талай балдарды ұстаз екені шаш ағарғаннан көруге болады. Не шаш қап-қара. Ауылда талай еңбек еттің, талай адамдарға көп нәрсе үйреттің, өзімізге де үлгі болып жүрсің. Көп нәрседе ақыл сұраймыз, бағыт бағдар бересің. Жалпы жайдарман командаларын шығардың талай. Облыстағы чемпиондар, қазіргі таңда ол балдар өсіп, өзі алды үйленіп, балалы шағалы болып жатыр, былай қарасаң да. Еңбегі көрінбеуі мүмкін, бірақ істеп жатқан артында осы баланың, осы жігіттің, ағамыздың еңбегі зор. Тема Анарбек. Мақтағанда өзің танымай қалған жоқсың ба? Мен ойланып кетті, кімді айтып отыр екен деп ойлап отырған жоқсың ба? Қай жерден айттым екен деп ойлап отырмын да. Точно мен ба деп. Точно осы кісіні айтып өттім. Істедім, болды. Біз қызық историяларымызды айтуымыз керек. Біз уақиға бала кезімізден де айта беруге болады да. Бала кез ғой негізі. Балалық шақтан, қазіргі шақ, орта шақ,
карттык шагыңан сосын болашактан бирдеме айтасың да, сону менен токтотабыз. Сосын үйүңө кетесиң. негизи кызыктын баары балалык шакта го. Баягы видик дейтин болуп. Видик чыгып аткан кез го. Сол көп адамдын үйүндө жок, менин достумдун үйүндө бар. Достумдун үйүндө бар. Ана видик карайбыз. Короче, ол кезде Брюс Ли, Джеки Чан, Жетилиң бар хит го. Анан көресиң да аналар сыяктуу Шаолиндер бар го. Дайындаласың сөйтүп. Күндө тренировка жасайбыз. Ол кезде жас кичинекей баламыз, мектеп окуйбуз да. Талай Жетили, Джеки Чандар дүйнөгө келди го негизи да. Иә, сол жылдары, Алты окуйсуң. сол жылдары Брюс Лидің фанаттары көп болду го. Иә. Сол мен бирөө мен го Брюс Лидің фанаты. Сен Брюс Ли. Ошотканда Брюслисиң ба? Брюс Лимин дейм го. Брюс Лимин мен. Касымда кала Жетили. Жетли. Досуң бар жана видиги бар. Анау Жетилидің нерселерин істейт килең ана не калат, андай агачпен айналдырып бар эмес сөйтүп. Сондайлар істейт, сальто айналат. Мен Брюс Ли Чакки дейтин болуп. Иә, орта степпен. Билесиң го да? Соны айналдырам, күчтөй айналдырам еще сол кезде. Соны айналдырам. Сол кезде деп коет. Нече дейсиң бул? Алты окуйт, жети Алты окуйт. окуйт? Жети окуйдун ба? Вечерний бирдеме окуп аткан жоксуң ба? Ана экөөм дайындалып, тренировка жасап бар го еще бирибизге кәдімгі комиссиядан өткіземіз сөйтіп. Анау жасайды ана ағашпен бүйтіп. Дұрыс болса бәрін жасап шықса, қол соғасың бүйтіп. Молодец. Мен шығамын, Джекке айналдырамын. Жетли биле ма, жалпы өзү Брюс Лилер биле ма, сендердин еліктеп жүргөндөрүңдү? Естейтін бар енді. Сол не керек? Біреуміз Брюс Ли, біреуміз Жетли. Күнде дайындаламыз, соған еліктейміз. Сон бір күн әңгіме болды. Давай таңертең жүгіргенде, күнде таңертең жүгіреміз ғой. Таңертең тұрып жүгіргенде біреуміз мына жерге Брюс Ли деп, біреуміз Жетли деп жазып аяқ дедік қой. Сөйтіп жүгірейікші. Неге жазасың адам? Мата. Ол кезде мата ана. Ол кезде туристер, кинода туристер келген бастарын бүйтіп ұрап алады. Мата бар, жазулар бар. Қызыл мата мен Японский, қара китайский. Соны не керек, ана үйінен ұрлап матарлаймыз қызыл мата үйінен. Соны қиып, ананы ақ краскамен жазып Брюс Ли деп, Жетли деп жазып, қиып қараймыз. Бәрін аман тағып қараймыз. Таңертең дайындалып қойдық қой, таңертең тұрып жүгіруге. Таңертең 6:30-7:00 жүгіреміз. Ана тұрдық, тағы қалдық. Ана қандай бар ғой, дух бар ғой. Брюс Лисің кәдімгі. Қазақша Брюс Ли. Ана Жетли. Дайындалып жүгіріп айтып қойдық. Ауылдың сыртына шығып жүгіреміз. Сыртына барып қайтып келеміз. Ақтөбе жақ бар. Сояққа барып. Жетлидің Брюс Ли ұшып батыр екен, жүгіп батқанбыз. Анандай жерден бір кезде. Құп қатыр ғой біреу. Мас. Деп айқайлайды ғой біреу. Үлкен жүріп кеттік осылай. Дым іштеймін, біріміз іштей айтқан жоқпыз. Спокойно бүйтіп бұрылдық та өйтіп қайтып үй жаққа зыттық қой. Брюс Ли мен Жетли қашып батыр. Тоқтамай ма? Ұшасың үй жаққа қарай. Содан кейін түсіндім Брюс Ли мен Жетлиден Содан кейін еліктеуді қойдыңдар ма? қазақтар мықты екенін түсіндім. Не ғой? Басына жазбай ақ та, короче. Басына жазып алмай ақ. Сол бір күн жазып тақтық барам, болды. Бітті соны. Сендердің еліктегендеріңді көрмей кеткен Брюс Лиде арман жоқ екен ғой да. Қарашы, ойлашы, сендерге, может, сендерге айқалап атпаған бар ол. Білмейміз ғой. Стоп қалсақ бітті ған жерде. Таңғы 7:30 қуып кетірген бір адам айқалап кетір ғой. Айқаламайды ғой. Енді ертең тұрып кеткен айқаламайсың өзіңмен. Ана стоп қалсаң деймін да. Брюс Ли мен Жетлиден ұят қойды. Стоп қалсаң ана ермек қой ауылға келгенше. Ол сендерді действительно Брюс Ли мен Джеки Чан Жетли екен деп ойлаған шығар бәлкім. Қорқып кетіп айқадым ба дейсің да? Сөйттім екен, Ол кісі бар ма екен? Сол күннен бастап Брюс Ли мен Жетлиге еліктеуді қойып, Жаңа бір адам болып кетті. қазақша дайындалдық. Қазақ күресімен айналысып. Мас болған адам қитып болады деп сол. Сондай оқиғам бар. Қытай кезінде еске түсіп кеткен. Басқа жоқ па? Бала күнде неше түрлі оқиға болды ғой негізі. Ең қызық, ең тәтті оқиғалар негізі бала күнінде болады да, есіңе түсірсең. Менде бір мынандай оқиға бар бала күнінде. Естеріңде ма? Сабаққа нан әкеліп жейтін балдар естеріңде ма? Су кәдімгі. Вовыл жеп өтетін бала болды біздің класста. Нанды әкеледі, май жап, екеуі бір секірге батырып, салбанға салып, сабақтың үстінде жеп отырады ғой, сқиып. Білесің ба?
бір күн сондайды көріп мен үйге келсем маған бауырсақ пісіріп жатыр, короче. Ертең сабаққа бауырсақ бітіп деп қайшарамын. Басың ауырмай ма? Қайдағы бауырсақ? Бауырсақ алып кетемін мен. Сабаққа кетіп жатқанда үйден кетпеймін, короче, бауырсақ бер де бауырсақ бер. Маған айқалап 2 бауырсақ беріп жібереді ол маған. 11 оқисың. Жоқ. 2 оқимын. Тестке дайындалып жүрсің. ұбт-ға. 2 оқимын. Түнде вечерден кейін қарны ашып жүр. 2 оқимын. 2 оқимын. 2 бауырсақ алып кет. 3 оқысаң 3 бауырсақ алып кетесің. Еще 2 алып келген қалай сол күнде. 2 бауырсақ, екінші класста 2 алып келгенім бар сөйтіп. Шетпек алып кету керек саған. 5 сағатмен. Шелпек па, 5 Шелпек көршіге таратып жіберді просто. Сондай детский оқиғам бар. детский травмалар бар деп қойшы. Детский травма. Біздің кездерімізде бар ғой. Андай балықшылар көп болды ғой, байқадыңдар ма негізі? Әлі көп қой. Біздің өзіміздің қарар замандастарымыздың ішінде балық аулаған балдар бар ғой, сабаққа бармай балық аулаған балдар өте көп болдық біздің станциядан. Ол аулайтын ғой. Иә, датчиға кетеміз, жаңа шаронға балық аулауға. По пути тұрасың ғой ана жерде. Өріп кетіп жатасың. Ана балдар сабаққа бармаймыз. Сабақ оқитын өзінің балдары бар, балыққа баратын балдар бола ма? Сондай болып тұр ғой действительно. Балыққа барып қайтарда енді машина тоқтатасың ғой. Талпасың. Талпадан ғой машина тоқтамайды ғой бәрібір. Жартысы, короче, мосттың астында тығылып тұрады. Біреу тоқтатады. Машина тоқтағанда нары шыға қояды ғой. Сөйтіп мен очертім келіп машина тоқтататын. 5 оқитын кездер ғой енді. Тоқтатып тұрғам. Джип келіп тоқтады ғой. Ана уақыттарда джипті көргенде бар ғой, кәм джип дейтін уақыттар ғой анау дейтін. Ауылда Жигулилерді көрген адамсың. Джип келіп тоқтағанда өзім сағындырақтап қалдым, короче, джип келіп тоқтады. Ана жердағылардың бәрі, джип тоқтап жатыр ғой бәрінің. Джип тоқтатты деп біреу терезесін ашты бүйтіп. Ассалаумағалейкум аға деп терезеден қарап жатырмын. Не тоқтатасың мен машинамды дейді, короче, деп жатырмын. Мен машинамды өше тоқтатушы болма түсіндің ба депті. Ана талпа шауып күлді ғой қасымызда. Не болды дейді, машина тайып. Жаңа доли секундтың ішінде джипке отырамыз деп атқан арман бар ғой, бүйтіп көз алдымызда. Деп шығып кеткен қалай. Бәрі бетіме қаратты, не болды дейді, білмеймін. Содан кейін отырдың ба джипке? Қазір отырып жоқ қой енді. Сөйтіп ауылға кеткеніміз бар еді жаяу. Иә, жаяу деген шығады. Бәді футбол ойнаймыз ғой. Дворовой футбол болады онда. Ауылда біз сборный болып шығамыз, ол кезде машина жоқ. Жүйттек андай көп машина көп адам, машина жоқ ол кезде. Соны біздің ойын болады, план бойынша жетіп алатын машина бар. Бірдеме жетіп аламыз. Футбол ойнаймыз да жаяу ана неге шығамыз. Трасса бар ғой, Ганшкин шығып Калининградқа баратын екеуі жеке қисатын жер ғой. Ганшкин сыртымен кетті. Иә. Іштен келіп шығады ғой екеуі. Шүйге тұрмыз керек, футбол ойнап болып, сыртқы жолмен ауылдың машина автобус келеді. Кирпичный автобусы ғой. Иә. Кісілер апарып тастап, үйлеріне түнде қайтып кетіп, уақытты әлі келіп тұр. Бір андай слабилау команда бір ойнайтын жатқанбыз. Уверен кәдік қандай. Айырып тастаймыз, саған көтеміз план күшті. Айырып қалдық үйге. Отырып қалдық, короче. Екіден бытшыт. Бірімізді бытшыт болып, ана қалдырып ана жерге бардық. Шығып тұр ана жерде, автобустың уақыты кәтір енді, Мемет деп атып бар. Күттік, бірімізбен айқайшу. Автобус кәтір. Деп атқан осы. Автобус тоқтамай өтіп кеткен қалай. Болды тайт автобус. Ауылға шейін кирпичный жаяу келген қалай бәріміз жынданып. Еще жеңіп кетсең екен. Жаман қиналдым. Балық шақтан жаяу жүрген туралы айтып жатсыңдар ғой, Ринат бар бәріміз. Короче, білмеймін, балықтан ба бір жерден кәдік, бізде машина жоқ, ақша жоқ, короче. Такси, вот ана кісіге ақша береміз деп отырып алдық, короче. И мен көршім анау. Ганшкиннен ауылға. Күндіз еще. Күндіз мен көршім анау. Ауылға бардық, короче. Бізде ақша жоқ, ана кісі таксист қой, кәдімгі очередте тұрған, бәріміз талпа отырып алдық та. Стоянкаға тоқтағанда мыналар жақындағанда айтып қойып тұрық қой, қалай ақша қалай береміз, мынау мына тұттайды.
токтогон бойдо түшөбүз да качабыз. Менин курсчусум болгон. Нар шыкты да жок болуп кетти. Аманжан деп отыр. Мен де кас. Соңғы есік жапқан сен ғой. Соң эсик жабып касып кеткен. Тапа қалды сен. Тапа қалды Анаққа бәрін көрсін. Сен тайды еще. Мен курсум деймін. Анаққа бәрін таниды ғой ауылдың адамы. Содан кейін араласпай алдық. Бытыра болып қашқан қалай. Есікті тарс жауып, Аманжан ең соңғы жауып отыр. Ана жағы еще андай бүйтіп бұрып кететін жер болса екен кәдімгі. Вокзалдың алды ғой, небе жүр ғой еще. Жаққа дейін қашу керексің кәдімгідей. Артыңа бұрылып қарап тұрады. Аманжан дегенше болғанда есік жабасын жоқ болып кетесің. Жоқ күткенде де 5 минутта жүгірдік қой наверное. Содан әлі көргенсің ба кісіні? Танымай жүрдік дейді ғой мені. Тани алмай. Клубта істейміз баяғыда. Клубта әует. Кир халық театры 10 жыл жасадым сонда 2003-тен 2013-ке шейін. Сон клубта әуеттен кезде біз әуетке бармайсыз, үй алыс енді. Әует көрмей әуетте істей береміз. Әуеттен үйге түс қайта жұмысқа келетін уақыт. Самат үйіне әуетке кетеді. Саматқа үйге жұмысқа келеді қазір. Самат звондаймын ол. Самат соқ кеш деп. Суала келші деп. Тасаш қайдасыз ба? Бәй бақаш іздеу керек оған. Мынау деп. Акілі шеше қоше білмеймін. Қойып дейді телефон. Жақсы. Көзе бар ғой көзе. Көзе отыр. Көзе Саматты соқшы. Соқ білді өтші деймін. Алло көзе звондайды Самат. Соқ бейсің бе? Қоймадыңдар қазір. Қарайыншы ба қашқан. Кішкене сынып жатыр енді. Жасы қойып алып алдым телефонда қойды. Әспет апа жүр. Әспет апа Саматқа айтасыз ба? Соқ білді. Сондайды ғой. Самат қалайсыңдар осылайша? Әспет апа ғой серьезный ғой енді. Самат келеріне суала келесің бе дейді ғой. Не болды бәріңе? Не болды бәріңе дейді. Болды. Алдында Марко Орақан отыр. Орақа. Саматқа мен айтсам істемейді. Келмейді, соқ білді айтасың ба деймін ғой. Самат қалайсыңдар ба? Келгенде суала келші дейді. Айқайт салған ғой. Не болды бәріңе? Самат. Жалпы Саматты жаман қудыртасың да. Бұчыт бұлақ. Бұл Саматты қудырту үшін дүниеге келген ғой. Сосын андай кездер болды ма сіздерде? Енді білмеймін, біз енді 92 біздерде, 92-міз. Сендерде де болды ғой. Өзің құрдасың, басқауға құрдас, бір-біріне қонаққа барасың. Мектеп кезінде ғой. Иә. Дәл бар жоқ. Сол негізі бар ғой, қонаққа бару деген традиция бар ғой. Сол кезде жақсы не істеп қалған сияқты. Соңғысы танысу общение ғой. Қазір содан бастап дос болып кеттік қой кәдімгідей да. Басқа районның, басқа ауылдың балдарына. Басқа ауылдың балдарына қонаққа барамыз. Мен, Аманжан, сосын тағы бір да. Ерлан ғой. Ерлан үшеуміз. 3 адам қонаққа келдік. Атын айтпай ақ қояйық ауылдың. Бір ауылға қонаққа келдік. Ана ауылда енді ол кезде телефон. Кім айтып еді? Сен айтып еді ғой. Екеуміз де бар адамбыз ғой. Ортаға қарап отыру керексің. Екі құлағыңды екі жаққа лақтырасың да отыра бересің. Бастықтар қарап Екеуміз де арғы отында жи. Бір ауылға барамыз. Ол кезде енді телефон да жоқ. Кәтірік шықпай жатырық деп ескертетін. Попутей машинаға отырып аласың да жолшыбай. Ауылға келдік. Ана ауылда вертяк соғып жүріп, ананы көрдім, көшеден көргендерден сұрап жүріп, ана ауылдан тауып алдық. Дос бағамыз. Амандасып күшті болып. Сөз қазір. Бізді қонақтау керек қой. Иә, қонақтау керек қой енді бізді. Сөз хорошо, қош келдіңдер, әңгіме жоқ, жүріңдер кеттік деді де. Алып кетті бізді. Үйдің артымен қораның ортасындағы жол ғой. Сояққа отырысып кетті бізді. Үшеу отырыңдар қазір келем. Сақиып күтіп отырық. Магазин кетті өзі. Анда ортадан өтті де, ана шеттен былай бұрылып кетеді ғой. Жарты сағат өтті ме, өткен жоқ па. Ана ат шықты да жүгіріп қасымыздан өтіп кетті. Артынан ауылының братанын нен тұрғанмен шығып кеткен қалай, мұнды кел дейді ана. Қуып кетір ананы. Бейдім бірде косяковой дейтін болып тұр ғой. Бұқ деп қасымыздан өтіп кеткенде бір келесіп қашасың ғой анаумен. Анау жоқ, ұстатқан жоқ, сол кейін до конца басқаннан. Сонда деймін, аналар біз қашпай тұрып қалсақ ана жерде. Явно. Тұрғанмен бізді талдырамыз. Анау дейді, ана кісі дейтін бұры. Қара көреді сон. Қарайын деп жатқан біреуін қалып қойын керек еді. Жұмбақ бұл қалып қойды да. Жұмбақ болып қалып. Бүйтіп тұра беру керек еді. Гу ет
қасымыздан өтіп кеткенде бірге ілесіп жүгіресің ғой. Бірге қашып жүрдік қой уже басқа Аны ауылда. неан тұрбамен қуып келатыр. бәрі көзе жаңа айтып отырық қой. Армиядан келді ғой. Армиядан, иә. Армиядан келді, бір-екі күн болады. Сон Нурик бар. Шаш Нурик. Шеке біз жиналып әңгімесі болып тұрсақ, Шашын керек қалды. кім келді? Көзе келді, көзе. Бейді ғой. Мери қайтыс болды ма не дейді ғой. Аш Мери бар ғой. Аш Мери ма еще? Шаш Нурик, Аш Мери. Иә. Құрдастар. Мери қайтыс болды ма не дейді. Иә дедік қой. Сразу 2 жылға барды ғой көзе, да? 2 жылға, 1 жыл ма 2 жылға барып келді ғой. Иә дедік қой, оңай емесін дедік қой. Газеттен көрінбейді. Бір газеттен қарағанда сол сияқты болып кеткен болып тұр ғой біреу. Газетті асығыс қараған болып тұр ғой. Еще атында ештеңесін де оқымаған ба? Оқымаған болып тұр, білмеймін, каким-то шауып келіп Қорқып тұр ғой, тұр екен. Мери қайтыс болды ма деп. Бізге керегі сол ғой. Иә дедік қой сразу. Тұрдық та еще айтамыз ғой. Ертең 40 дейміз ғой. 40 күндік қадесі, да. 40 күндік қадесі кіршік шеш дедік қой. Кіріп шығайын. Сен болғансың армияда, сен түсінеді ғой. Ойымыз анау үйінен батаға ақша алып шығу керек қой, батаға саған. Ақшасы керек қой. Ақшасы керек, ақша алып шығу керек анау. Нурик мектепте ертең кездесетін болдық таңертең. Нурик айтады, маған айтады, ертең таңертең кездескенде мені шақыр дейді, звонда дейді, келемін дейді. Ертең болды, анау үйінен шықты, батаға баратын болып. Қалтасы ақшасын алып шықты, екеуміз бастық, Нурик келді, үшеуміз бастық. Меринен жақындай берген. Дәл сол кезде Мериннің вороталары ашық. Үйдің алдында екі машина тұрады ғой. Кәдімгідей ме? Кәдімгідей кісілер бәлеп келіп жатыр екен деп қоямыз ғой. Көзе айттық, біз де кіріп шықтық қой, сен өзің кіріп шығын. Жалғыз басты үйіне. Екеуміз тұрып не істейміз, айтамыз, айтпаймыз, тоқтатамыз, тоқтатпаймыз. Кірсін бе, кірмесін бе дейсің. Кіріп кетті. Шамал деген шықты да ұшып қуады бізге қарап. Қаштық бізді, қуды артымызды. Жаман қуды. Ол үйге кіріп көңіл айтқан ба? Барған ғой үйіне. Түсінген, ондай ештеңе емес екен. Бәрі көңілді жүр. Көңілді. Сөйлеп сұрайын. Қой көке қайдаға? Қайдаға деймін ғой. Ана көп не істемеймін, білдім дейді уже ондай емес екенін. Типа Мери тыныш па деп сұраған шығар. Мери қайда анау? Сонда қаштым. Көзеде жаман қаштым. Анау түрі жаман дейді. Армиядан келген бала ғой ше. Армейский дух бар ма? Духқа тойып көрді. Армия дегеннен шығайды да, мен айтып кетейінші, сол армияда есіме түсіп кетті. Армия туралы жақсы сен. Сол армия туралы. Короче, басқа әңгіме айтпайсың. біз барамыз ғой, молодой кезімізде. Ана бізде Ленкомната деген бар, там жаңалық қарайсың, там газеттер тұрады, сода телевизордың екі жанында гитара мен домбыра әндеп тұр. Соны осындай воскресенье күні ма, демалыс күні дембілдер ішіп отыр ғой. Давай кім не істейді, кім не ойнай алады, қандай аспапта ойнай алады деді ғой. Сосын біреулер айтып жатыр, домбыра, там не гитара. Сосын біреу бар, мен ауылдасым ол. В общем, Атыраудікі, короче, видимо. Мен андай өзінше оқып қалған, білемін. Мен баян тарта аламын деді. Ана жерде баян жоқ екенін көріп тұр ғой. Мен баян тарта аламын деді ғой, баян. Сосын біреу қойшы, баян тарта аласың ба, тауып алсақ ойнайсың ба деді, баян ойнайсың ба деді. Я деді, тауып алмайды деп тұр ғой. Бартта тауып келді ғой баян. Прикинь. Ана өзі ұсқыны өзгеріп кеткен, біз білеміз ғой. Ана вообще баян туралы әңгіме айтпайтын бала ғой. Видимо, мен ойнайшы десе, елмен үйреніп жатқанда армияға кетіп қалдым деймін. Елмен үйреніп жатқанда армияға кетіп қалдым дейді. По-любому сол баянмен өлең айтты, бірақ. Ұрлас болса да. Не? Ашып жауып. Айтады ғой, уақыт тез зымырап жатыр. Жаңа қазір негізі тез өтіп жатыр дейді ғой. Типа 60 жас, 70 жас дейтіндер қазір дейтін жап-жас болып болды. Жап-жас болып кеткен ғой. Жап-жас. Бейді да адамдар. Жастар келіп жатыр да, бірақ түрлері қартайып үлгере алмай жатыр дейді да. Осы жақында естідім, құдай көп сенбесін иә. 80 жастағы әже айтып отқан мамамның айналмағы бар. Құрдастарының 80 жастағы. Құдай көп сенбесін. Жақсы емес па? Жақсы емес па? Сонымен айтамын, кейбір балалар айтады, оқушылар айтамыз ғой, сен бе?
уж омар екен міне қыттай көрінеді деп балалар айтады ғой қазір иә қыттай көрінеді деп мен айтамын ойлаймын ғой может уақыт зымырап жатыр мыналар өсіп үлгермей жатқан шығар может шынымен де да өсіп үлгермей жатқан шығар бұрынғы мысалы біздің пахандардың суреттерін қарайсың ғой 11-ші класста түскен суреттері ақака мұрты мужик бар тұр да мұрты бар қазіргі 11-ші класстың баласын қарасаң бүлпе ғой былай қарасаң дейтін 11-ші классқа қазіргі не балдар не деп андай болып кетсең қазіргі балдар соткамен жатады ауыз жұмыс жасамайды отын жармайды су тасымайды да былай қарасаң соның кім екен қазіргі әсер етіп жатқан мысалы адамдар анда сондай ой келді де может мен ойлаймын ғой может өсіп үлгермей жатқан шығар ма сонда не істеу керек дейсіз асықпау морковь керек жеу керек қой аяғын күту керек сабырмен ба қалада кешке спектакль болады соған барамыз деп Атырау қаласында ма? атырау қаласында пландап қоямыз драма театрда драма театрда соған сөйтіп кешке пландап барамыз деп отқан кезде үйге бір жігіт келеді таңертең келген жігіт қонаққа ішкені бар енді демалып қалады үйге ұйықтап қалады демалып жатыр короче кешке болады анау енді ұйықтай берсін шығып кетейін деп жатсақ оянып кетеді ғой мен де барамын дейді ғой театрға сендер қоюға кетіп жатсыңдар ма қарауға кетіп жатық просто қарауға кетіп жатсыңдар қарауға кетіп жатық ана кісілер былай театр түсінеді қатысы жоқ театрға қатысы просто үйде қалмайын деп тұр ғой жалғыз не істеймін деп барып барып кетейін кетейін деп па театрды көрмеген бірақ иә жүз алып кетеміз ғой сол спектакль басталды қарап отырып бір кезде ана бастайды ғой сушняк бастайды ғой су ішу керек иә су ішу керек су ішіп керек еді қоймайды күлдеп баратып шыда қайдан бересіз енді спектакль болып жатыр қарап отырып қоймады ана барып келемін дейді ғой суға су ішіп келемін барып кетші бар абыр тарс күрсіп өтіп кетеді ғой микрофонсыз болып жатыр ғой дейсің микрофонсыз ана халық шығып кетіп қалады ана шығады да шыққанда драма театрының ішіне білмейтін адам притом адасып қалады ғой ана жерден есік көп қой есік көп іздейді су іздейді ғой ана есікті ашады басқа ана ашады ашып кетқан бір есікті ашып қалғанда төрт бес жігіт осылай отырады да әңгіме айтып отырады орталарында су тұр көз жалт етеді ғой су бар атып шығады ассалаумағалейкум графина су құяды су ішіп отырады су ішіп жатқан қайдан ішіп жатыр десейші біз залда отырық қой сахна ашып кетеді ғой ана сахнада ойнап отыр ғой ана спектакль ойнап жатыр ғой ана братан шығып кетқан қалай бүйтіп деп бар ғой біздер бар ғой андай келді да андай сөйлескен жоқ еще спокойно андай ассалаумағалейкум деп андай личность керек су болды оған су ішейін деп кетір су құйып жатыр танысатын да уақыт жоқ бүйтіп отырған ғой қайта ештеңе білдірген жоқ бір ішіп алды да шығып алды мама біреу түртеміз дейді келді ғой бір кез келіп қалсын қалай болып жатыр деп қояды айтты сенен болмайтын біреу шықты жаңағы су ішіне кіріп жүр деп па сондай қызық қой еді е-мое анау дейтін сахнаға шығып кеткенін сезіп тұрған жоқ өзінің жоқ ол қайда жүргенін біліп ми жүрген жасап жүрген жоқ қой кісінің түсінбейді ғой спектакльді ол партнерларды сынау дейді ғой бір бірін сынайды дейді ғой сөйтіп партнерларды сынап сондай қызықты болады ғой спектакль әдейі подставить етеді ғой подставить етеді бір бірін қызық көріп соны бір спектакльде короче андай жер болған ғой нан алып келеді нан әкелдің ба дейді әкелдім дейді холодильник үстіне қоя ғой дейді саған подставить етейін дейді ғой нан әкелдің ба деген жоқ деген ғой холодильник үстіне қоя ғой депті ғой текстке мән беріп отқан жоқ ананы айтсайшы сен сол драма театрда болған оқиға емес па да ана аттың несі не анау сахнада андай қазақ несі болып жатыр қазақ хандығы сияқты қойылым болып жатыр да короче соны драма театрдың сахнасы алашабад дейтін ба иә драма театрдың ортасында байқадың ба андай не бар ғой дөңгелек айналатын сахна айналатын бар ғой сол сахнаға ат тұрады да мынау қанатты сөздерін айтып бірдеңе дейді кеттік алға дейді ғой анау дық деп қосылғанда айналу керек та анау и
ат алға жүріп шығып кету керек қой ары қарай. Но артқа қосып қойған болып тұр ғой көптің да. Ат артқа кетіп жатыр бүйтіп. Алға дейді, ат артқа кетіп жатыр. Ат артқа шаппайды деп айталады. ат алға шабады дейді ғой. артқа Артқа кетіп жатыр. иә жақсы. ат деген шығып жатыр ғой иә. ана жылқыларға дейін мен анда жылып қалдым бір не оқиғаға. жылқыға чип салып тастайды ғой қазір. Иә. жылқыларын біліп жүреді екен ғой қайда екенін. Қай жерде жүргенін біледі. соны бір қарайды дейді. жылқысы басып жатыр дейді. қарап отыр, қарап тоқтамайды дейді жылқы. қарап қойды, анасына қарап қойды, әлі басып жатыр анау. басады ғой машина қайтып жатыр анау деп. ана жерге барса газельге тиіп дейді. ат алпыс басып жатыр деген ғой, алпыспен тоқтамайды дейді, алпыс басып жатыр дейді. газельге салып тиіп алып жатыр дейді біреу оны. 60-пен кетіп жатыр деймін. 60-пен бе еще? ат 60-пен кетіп жатыр деген ғой. тоқтамайды дейді. жаман көрдім соған. музыкантпын ғой баяғыда. клубта музыкант болдым ғой. киіз-қалақ театрында музыкант болдым. пультта отырдым. сонда бір не болып жатыр, шара өтіп жатыр. бір әжемен кездесу болып жатыр. әже келді, қасында бір апа бар. сосын сұрақтар қояды, ана мынау, сосын ортада өлең айтады ғой. бір әнші өлең айтпай ма? сол айтқанда ана апаның жаңағы әжені биге алып шығады ғой деп. воспитывать етеді ғой сахнада. өлең айтып медля қандай ортасына кетіп проигрышқа келгенде андай музыка Көтеріп кетем ба? көтеріп кетеді ғой проигрышқа келгенде. ана апа әжені алды да өйтіп қолын сөйтіп билеп кетеді ғой осылай. сөйтіп тұр ана әже билемейді өйтіп енді. тұр енді сөйтіп билеп алды да қайтып несіне куплетіне келгенде қайтып вальспен кетеді. сосын бітті музыка. мен ана жерде отырмын ғой, қасына өтіп жатыр менің астымнан екеуі. ана әже айтады, ортасына келгенде орысша сөйлеп кеткенің не дейді ғой. ортасына келгенде орысша сөйлеп кеткенің не дейді. өліп қалдым. баяғыда 1 апрель алдау күні болды, қазір күлкі күні ғой да. Иә. Күлкі күні. Ол кезде кәдімгідей тойланатын еді ғой. ол кезде қатты болды ол дейтін. қазір үлкен кісілер алдай салады. 1 апрельде опа сені бір алдадым деп жүреді. Иә, Үлкен иә. кісілер ғой бала 1 күнінде. апрель никому не верь деп қояды. Иә, сол әңгіме хиттейдер ғой. үйден шыққанда, таңертең шыққанда андай ойлап шығасың, алданып қалмайын деп бар ғой. Салып қалмау керек. алданып қалмайын деп шығасың. сондай кез. 1 апрель емес па? 1 апрель емес па? деп башня бірдеңе айтқан кезде тұрасың 1 апрель емес па деп. Апрельдің қалдығы дейтін бар. Иә, апрельдің қалдығы содан. 1 апрель сабақ кетпедік таңертең. біздің көшеде 3 бала оқимыз. класстас. соның біреуі ауырып қалады ғой. Неше оқисыңдар? Ербол дейтін бала. 10 оқимыз уже. 10 оқисың. үлкен класс. 10 оқимыз. Ербол дейтін ауырып қалады. кафедраны екеуміз кафедрада 3-ші бала осылады класстас. бұл басқа көшеден. 3 кафедрамызда екеуміз ана алдаймыз ғой. Ербол дейсің да, Ербол үйленіп алды ғой дейміз ғой. Қалай үйленіп алды? алып қашып келдік дейінде. Неше оқисыңдар? 10 оқимыз деймін. Иә. Үш дейді, сондай оқиға болып жатыр. Сеніп қалды ана. Ана бала білмейді. Екеуміз екі жағынан сендіріп жібердік. Үшеуміз кеттік мектепке. ана сол ана бала алдағанымызға біздер кәдімгідей сол образға кіріп кеткенбіз ғой. До конца алдау керек. Мектепке кіреміз. Бәрін айтамыз. Ербол үйленді. Ой, таңғы жатыр. Шулап бір кезде уже басқа қасынан адамдар келе бастады бізге. Ербол үйленді дейді, рас па деп. Рас. Ой келді. Біздің көшеде тағы да 10 оқитын балалар бар. Солардан сұрайды ғой деп. Солар айтып қояды деп, соларға бардық. Короче дейді, алдап жатырмыз. Ербол үйленді деп. Сендерден сұрап жатса, иә деңдер. Болды деді. Бәрі сенді. Кетті. Сенбей жүрген біздің класстағы қыздар. Бір қыз айтады ғой. Сабақ біткесін, мен үйіне барамын дейді. Біздің жақта как раз. Давай дедім, бірге барайық екеуміз кеттік. Үйіне бардық. Үйіне кіре алмайды, қыз далада қояды ғой. Шақыршам. Шақыршайын деп. Мен кіріп кеттім, ана айтамын ғой, Ербол. Солай құлақ түйіп отырмыз біздер. Иә деп айтты. Давай деді. Иә деп айтты дедім. Иә. Шықты. Не істейсің? Үйлендің ба дейді. Иә дейді. Келдің қайда? Түркіне кеткен дейді. Келтіріп тұр. Болды, ана сенді қыз. Дедім. Классқа ертеңін митикке барады, қыздарға кетеді. Болды, қыздар сенді. Кетті. Мұғалімдер бастады уже. Мұғалімдерге өттік уже, алдап. 2-3 апрель болды. 2 апрель болды. 3 апрель Әлі болды. жалғасып жатыр ма сериясы? Сериясы. Апрельдің қалдығы ғой. Қалдықтар кетеді уже.
бір бала айтады, апай онда тұрған не бар, 13-те отау иесі дейді кезінде бірдеме деп мақалдатып жатыр. Ана апайлар ойлайды ғой, басында ойладық дейді өздері. Апрель болғасын алдап жүрген бар деп. Не керек сол айқай шумен үйленді, ана апай, мына апай, ағай, тарс кетіп 5 апрель болады ғой. Ана айтады, ана артына айтып отыр ғой мұғалімдер. 5 апрель болды, енді не істейтін бар десек, жоқ қоймайды дейді. Ол кезде ауылда почта бар емес пе? Почта жаңағы пенсия, соны почтаға зарплата. Ақшаның Ақшаның бәрін сонда халық жаңағы жиналатын жер ғой. Соның ішіне әңгіме болып жатқан ғой, почтаның ішінде. Ербол үйленіпті. Мамаларына жететін шығар уже дейтін. Сол жетпей жатқан ғой, 5 күн бойы жетпеген ғой, 5-6 күн уже. Біздер мәз болып қатырып жүріп, бір күн қайда қатырған. Үйінде естиді, мамалар келді. Айқай басталады ғой. Кім айтып жүр? Кім айтып жүр? Мен балам ауырып жатқан жоқ па, алып жүрсіңдер сендер. Кім айтты деген басталады ғой. Кім айтты енді? Мына білмеймін, естідім, кім естіді? Шулап жүр. Шулап жүрген. Түбін таба алмайды кім бастағанын. Біздер ғой бастағанын дейді. Ананы секретеміз, мынаны секретеміз. Күнде айқай. Мамасы келеді күнде, мамасы. Бір кез айтты, біздің Құрдоспанында бір мамасы келіп, бізге поддержка беріп, қытте балдар ғой деп не алдайсың. Оны оқиды. Сөйтіп, үлкен айқай болған, 1 апрель сөйтіп сондай болды біздердегі, біз кезімізде. кәдімгідей дәстүр бойынша тойлаймыз дейсің. Талай адам алданды, талай адам алдаған болар енді. Айта жатарсыңдар. 1 апрельде қалай алданғандарын дейсіз. 1 апрель неден шығады ғой, жаңа бір история есіме түсіп тұр, айтып кетейінші. 8 март тойланып жатыр. Ринат бар қасымда, біздің ауылды шетінде ресторан бар. Сонда банкет болып отыр, бүткіл мұғалімдер, ауылдың әйел адамдардың бәрі сояқта жүр, короче. Екеуміз кіріп, енді ресторан ішіндегілерді танисың ғой бәрін. Екеуміз кіріп барсақ, как раз бидің үстіне түсіп отыр екен. Светті өшіріп тастаған, бәрі билеп отыр. Екеуміз кіріп кетіп билеп отырсақ. Ауылдың апайлар там билеп отырсақ. Светжанды осы. Ринаттың мамасымен билеп жүрмін ғой мен. Баркет ана жаққа барып билеңдер деймін, сонда кет деп айтпайды. Баркет ана жаққа барып билеңдер дейді. Свет жанғанда емес, қараңғы ғой, билеп отыр, мақан байқап қалған ғой, мына мақанның қасында билеп. Бала бар ана жаққа барып биле дейді. Сонда кетіп айтып тұр ғой. Билеген күйінде кетіп қаламын еще. Биле тұр, саған жоқ дейсің. Қандай болып. Аманжан мынандай билей аласың ба деп. Телефон көрмеген бәлесі. Құрдас бала, ана ол кезде не ғой? Тамаш телефон баланың үйіне барсаң, үйінің астында справочник тұрады, обязательно телефонға справочник тұрады, бастайсың ғой әркімге звондап. Определитель дейтін жоқ кездері ма? Жоқтарға звондайсың еще, білесің ғой кімдер бар. Құрдас бала звондадық. Осылай, Азамат үйіне кел. Разборка. Қырлайын деп отырмыз балалармен деп. Серьезно. Бұл өзіміз басқа үйде отырық, қатысы жоқ. Ана Азамат дейтін бала үйіне кел шақырып тұр ғой. Азамат айтады ғой, ана келді дейді. Қайда деп айтады. Не, ағаш қолында. Жаман киім киіп алған. Мына жерде көрмес пе? Бұрынғы погонның бірдемесі ме, ана солдатский бірдеме ғой, өзі көп киеді. Сол мына жеріне ағаш табылған, екі мындай ағаш. Кәдімгі дерс келіп тұр ғой. Сұрап отыр ғой, ақша болмаса, өтірік құрсын. Ана сұрап отыр. Мынау неге дегенбіз? Мына жердегі неге десек? Арқадан келіп мынандай жерден. Тұрбамен соққанда дейді. Талып қалмас үшін дейді. Ана сияқты бұрышқа тақал болып тұрдысыңдар дейді. Именно сол жерден соғады дейсің тұрбамен. Сол домашкімен сөйтіп алайдыңыз. Одан беріректе агент деген случай неше түрлі жағдай болды, агент деген нәрсе. Агентпен сөйлесіп ештеңе емес, ана бір кезде бір атынан бір агент ашатын кездер болды ғой. Ол білмейді ғой көп адам. Біреу маған атыраудан бір бала айтады ғой. Туканың несі бар дейді ғой менде. Тука хит ана кезде, ол кезде. Нұржан Төлендиев. Нұржан Төлендиев хит болып жатыр. Соны берейін саған дейді ғой. Паролмен логин. Давай, беріп алам, ашып алам. Баяғы Саматқа дружба жібересің ғой. Саматқа. Бастап кетті, сөйлесіп кетті. Мен де өнердегі баламын, анау деп.
дұрыс ауылдық жерді көтеру керек бірдеме деп мен істеймін ана повод беремін ана ойы неге жұмсалып кеткісі келіп жүр дүкан қасында Дүкан қасында ма? анау дейді анаған повод беріп қоямын жаңағы мүмкіндік беріп қоямын жайлап түрмен сөйлесеміз екеуміз тука сөйлесем тәр жұмысқа келгенде екеуміз кездесеміз ғой маған айтады тука прикинь тука маған бүйтіп отыр сөйтіп отыр сен че ашып беремін деп қоямын еще андай театрларында ашып беруге болады жақсы балалар болса деп сен өзің жақсы сияқтысың ғой деп қоямын андай идірет анау бәрін айтам ба театр жұмысқа келгенде маған бәрі айтып жатады тука бүйтіп айтты сөйтіп айтты деп енді оған бүйтіп айтсайшы енді сөйтіп айтсайшы деп айтамын ғой үйге әбетке барамын ғой ана қосамын туканы бәрін айтады маған айтып мен айтқандарымды ана қайта ответ береді жаман сен қойған екен болды Сол енді білді ма, білген жоқ па сол? білді артын айтамын ғой мен ғой деймін аяйсың Самат Бір қыздан логин сұрап жатырмын домашний телефонмен. Қасымда доспам жазып жатыр ана несін. Вообще агент айтып жатыр ғой енді. Бірдеңе нижний пробел деді ғой, короче. нижний правил Нижний пробел дейтін бүйткен сызық қой астында. төмен сызық Нижний правил дедім. Анау ручкамен жазып жатыр ғой. Нижний қалай сонда? Идан кейін, надан кейін и ма деймін ғой еще ана. Кім нижний правил деген астындағы сызық қой деймін. Ё-моё. Анада логин сұраған доллар ғой мен. короче, бұлт келіп тұр дейді. Қайдағы бұлтты сен? Микроблог екен, микроблог. Бұлт келіп тұр. Студент кезінде ауылға қарай пойызға мінеміз ғой, строй пойыз ғой ол кезде. До конца билет алуға ақшаң жетпейді. Аққыстауға шейін аласың билетті. Аққыстауға шейін аласың да, ары сатып аласың ғой. Мен сондай естимін, балалар сөйтіп жүр деп. Екі болып мініп. Сон кәншкеше ақша бар негізі. Бәрі сөйтіп жүргесін Аққыстауға шейін алдық қой билетті. Бір апа бар емес па? Проводник, мен апа керек. Сондай атап кетіп қасқа. Аққыстауға келген түсіндірді де бізге. Апа, студент едік. Широк күтті біз. Бүкпе тамып тұр ғой бізді, басқа кетіп жүрген тұр ғой. Широк күтті. Апа, неден вагонның несін алып келді мені. тамбурға ма Түстеп отыр. Билеген ғой. Апа, похорон кетіп жатыр едім деймін. Похорон кетіп. Похоронмен бірге кетші деді. Не ақтыра мен апа. Аққыстаудың несіне тұрмын ғой. Перрон ба? Перрон тұрмын ғой. Енді істеймін деп тұрмын ғой. Пойыз қарап тұрмын осылай. Мен апа. Бір кезде бір үлкен кісі, ауылдың кісі болып тұр ғой. Танып қалған ғой. Келіп проводник келіп сөйлесіп. Мен төлеп жіберейін дальше. Төлеп қайтып кеткеніміз бар сөйтіп. Ё-мой, ана жерде сезінбеді ше. Түсіп тұрғанда бар емес пе Аққыстауда. Енді істеймін деп бүйтіп қайнағанын қараймын, адамы жоқ қой. Клубта істегенде ең кіші мен болдым ғой. Жұмысшылар ішінде. Ең жасы мен, үлкен жігіттер қасында бәрі. Мен жұмсай береді ғой, мен жұмсай береді магазинге. Бір үйге постоянно барамын. Жұмсай береді. Еще бір зат аласың. Сол зат қой енді. Ала бересің. Бір күн айтады ғой. Сен бала көп ішесің дейді. Мен ішпеймін вообще. Көп ішесің сен бала алла баламдай көрем дейді. Жомарт қой. Кім өзің айтшы да? Мен айтпаймын, мен айтқаным. Өзі 84, короче. Өзі 70 кісі қай жылғы? 79 жылғы кісіге, даже Саматтың ағасы ғой. Сол кісінің әкесі сіздерде театр режиссер болды. Жексенбай аға бәлен жыл театрда. Бәлен жылда театр болған. Енді бірге жұмыс жасап жатыр ғой. Енді 10 жылдай жұмыс жасайды. Ананың баласы 79. Бір театрлар үйіне қонаққа шақырған кезде бір күні біздің үйге жаңа Жексенбай ағаның баласы келеді. Жомарт келеді, короче, мынаның үйіне. Жексенбай ағаның баласы. Соған айтады дейді, бір дардай қойын, 79-ға 84.
әкеңмен замандас болғансың ба, сені баламдай көремін. Әкеңмен коллектив болған. Баламдай көреміз ең болса. Баламдай көремін деп айтады. Инанбай кісіге. Сіз де енді жаңа ұстаз екеніңізді айтып жатырмыз. Театр әртіс екеніңізді айтып жатырмыз. Өнер жағында жүрген. Және де той басқарасыз ғой енді. Бізге ылғи тамадалар келеді. Тойдан бір қызықтар болса, қысқа нұсқа әрі толық жыртылып қалатындай. Тойдың бір несі ма, бір ерекше есте алғаны не болды? Бір кісі заказ береді маған. Тамадысың ғой сен. Иә, тамадым ғой. Заказ береді. Құдалық дейді ғой. Тойға дейін құдалық болады ғой. Иә. Тойға дейінгі. Кешке той болады, соған шейін құдалық болады ғой. Иә. Соны өткізіп бер дейді. Давай деймін. Оның бір қызығы айтады ғой. Құдалар дейді. Таңертең 8-ге жақын түседі дейді пойыздан. Таңертең 8-де. Таңертең 8-ге жақын атыраудан түседі. Енді қайда барады дейді олар. Үйге келеді ғой дейді. Сондықтан біздер үйге келген бойда сразу бастап кетеміз дейді құдалық. Таңертең бастайын тұр. Мен қой деп жүрмін ғой. Я деп қоясың да, қой ондай болмайды. Дәл айтқандай таңертең 8 жарымда құдалық бастап кеттім ғой. Таңертең 8 жарымда. Андай оянбағансың ғой. Дұрыс. Ауыз қарылып жатыр ғой. 9-дарда бар емес пе, андай көштегі жатыр ғой. Туш ойнап кәдімгі таң атпай көрмейсіз бе 8 жарымда. Бір қол соғып қояйық, бір қол соғып қояйық шаңыраққа бірдеме деп андай қарап туш беріп таң атпай 9-дарда көштегі келіп жатыр ғой. Бастап кеттім ба не? Тойдың ортасында мен айтамын ғой, құрметті қонақтар, енді тойдың түр-түрін көріп жатқан шығарсыңдар. Таңертең 8 жарымда құдалық құрмеген шығарсыңдар деймін ғой. Бәрі солай айтып мен өз басым, сендер білмеймін, өз басым әлі оянған жоқпын. Анау мына қателік деп болса ренжімен де. Мен әлі ұйықтап жатырмын. Мен әлі оянған жоқпын деп. Если что, мен кеттім ұйықтауға, ары қарай өздерің. Нормально кәдімгідей құдалық өтті, бірақ қызықты. Таң атпай 8 жарымда құдалық бастап кеткенше. Соны айтамын. Құдалық дейтін той негізі сондай үлкен тойға қарағанда құдалық деген той кәдімгі қазақтың дәстүрі, бір-бірімен танысу, шағын өзім дегендер тарттырып, там құйрық бауыр деген құдалықтың кәдімгі асы ғой да. Иә. Құйрық бауырсыз құдалық болмайды ғой былай қарасаң. Иә. Соның қасында тамады бар. Кім екенін айтпай ақ қояйын, короче. Бір құдалық ойнап отырамыз, короче. Енді шайдан кейін ортасына құдалық беріп, төс қағыстыру болу керек қой. Что-то жоқ ол нәрсе. Анау соңғы тост сөйлейін деп жатыр, той иелері, рахмет тост. Сосын ас қайтарту болды. Сосын мен билейтін музыканы қосып жаныма қарап қалсам, мына жерде құйрық бауыр дайын тұр. Құдалық бітіп қалған ғой. Иә. Таман шақырып алып, сен құдалық құйрық бауырым ұтып кеттің ғой анау десем. Мә, беш микрофонды беш деді. Құрметті құдалар, мына жерде құйрық бауырымыз қалып қойыпты. Жолда жерсіздер деген. Жолда жерсіздер деген ғой. Құдалыққа куртка бере салады ғой. Пинжак береді дейді, өзі пинжак береді ғой. Пинжак береді, мә, курттың сыртынан киіп аларсың деп. Деген пинжактар береді осы ба? Кимейді. Ана айналып жүреді. Қайтып өздеріне келгендер болды дейді ғой. Иә, болған дейді. Өздерінікі Құдалықтарға барып кетті. Барып келеді ана болды. Ешкім кимейді. Куртканың сыртынан киіп. Курттың сыртынан киіп аларсың деп. Пинжак береді ғой дейді. Анкор. Негізі шын аты Анарбек қой. Бірақ Анарбек десең кім Анарбек дейді. Бәрі Анкор деп айту керек болады. Қош келдің. Рахмет уақыт бөліп келгеніңе. Жақсы әңгіме болды. Сөз өзіңе? Анкор. Мен бір жаққа барамын ғой, мысалы. Қалаға барып көшіп бардым, мысалы. Мен ешқашан Анкор деп таныспаймын ғой. Анарбек деп танысам. Дендес адам Анарбек деп айтады ғой. Бәрі Анкор деп кетеді. Бәрі Анкор деп кетеді ғой. Жұмыста да Анкор деп кеткен. Анкор екенін өзің айтып қойсың ба сосын? Жоқ, қайдан білетін білмеймін. Анкор көте беремін. По-любому Анкор көте берді. Иә, рахмет. Негізі алты салымыз келеді, бәрі толып кетті. Шақырғандарыңа рахмет. Алтын уақытын бөліп мен келіп жатқаныма маған рахмет. Соны айтамын. Иә. Туғаннан. Еңбектерің жемісін көріңдер. Еңбек ете берсең бәрі ол жемісін жейсің ғой. Отбасылар аман болсын. Шығара беріңдер, үлкен кино түсіріңдер. Үлкен экраннан шығыңдар.
Ауылды көтере беріңдер. Рахмет. Аман жүріңдер. Сау болыңдар. Айта берсең сөз көп қой. Кезінде сен өзің көтеріп кеткен жерге дейін ары қарай қолымыздан келгенше алып баратырмыз. Асып кете бер. Рахмет саған, Алла разы болсын. Всегда жүру осындай шығармашылық жағынан қиналып жатсаң, бір телефон соғасың, ақыл сұрайсың. Осындай болып отыр еді, қалай істесек болады деп, сол уақытта отказ соқпай, оймен бөлісіп, бағыт-бағдар беріп отырсың. Үлкен рахмет. Бүгін жақсы шығарым болды деп есептеймін. Жақсы әңгіме өттік деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге де рахмет. Если біздің бағдарламамыз ұнаған болса, каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Біздің арнамыздың трендке шығуына сіздер де септіктеріңізді тигізіп отырыңыздар. Рахмет. Рахмет баршаңызға. Қош келдің. Жазудан шаршадым, сен дегенде сөз тіркесін. Ойға түссе түгел тәнді тіркендіресің. Жіберіп қайта қысып үміттендіресің. Не күтесің, кейде үркітесің. Айналада таң көп болсын, сен жоқсың бірақ та керек болса алар